Өмір қайда екен? Оның дәмі қандай екен десе, психолог ғалымдарымыз да, біздің ислам ғалымдарымыз да осы бір тұста келетіндігі өмірдің ішкі сезіміменен өмір сүру. Сол үшін көп адамдар осы дінге сенбесе, философияға қарай бет алып, философиялық көзқарастарға берілетіндігі бар. Біреулер сол үшін кітапқа отырады, біреулер сол үшін бір музыка тыңдайды, басқа бір өнерге кетеді. Байқайсыз ба? Өнер менен руханиятты, кітапты бір жерде қосып жатады. Руханият бөлек қой, кітап бөлек қой, өнер жаңағыдай балет болсын, опера болсын, театр болсын, бұл бөлек қой, руханият бөлек қой дейтіндер бар шығар. Бірақ қай жерде қосылады десеңіз, расында да бір қосылатын дүние бар екен. Руханият бөлек қой, кітап бөлек қой, өнер жаңағыдай балет болсын, опера болсын, театр болсын, бұл бөлек қой, руханият бөлек қой дейтіндер бар шығар. Бірақ қай жерде қосылады десеңіз, расында да бір қосылатын дүние бар екен. Өнер адамдары, егер байқасаңыз, енді ол мүсінші болсын, ол суретші болсын, бір композитор болсын, ақын болсын, ол ішіндегі жан дүниесін халыққа бөліп береді. Халыққа жүрегінің бір бұрышын береді. Немесе жүрегіне кіруге рұқсат береді. Міне деп жүрегін айқара ашып, халқым мені кіріңдер жүрегіме, көріңдер. Руханият ендеше осы жерде екен. Исламның өмірі де, исламның жан дүниесі де сіздің жүрегіңіз, иман деген осы жерде де пайғамбарымыз көкірегін қолмен көрсеткен кезде болған. Ендеше сіз сол жүрегіңіздегі иман менен бөлісу, жүрегіңіздегі ыстық Аллаға деген махаббатпен бөлісу де ислам. Ислам дегеніміз бұл жай ғана намаз деп жатып тұру емес. Ислам дегеніміз қарныңызды аш жүру емес. Ислам дегеніңіз қолыңызда ақшаны біреуге беріп, болды мен құтылып алдым деу емес. Бұның барлығында бір нүкте жатыр. Жүрегіңіздің ішіндегі бір дүниеменен, өзгелерменен бөлісу. Өнерге де ұқсататын соған. Сол үшін айтқым келетіні, өмірді сезінгіңіз келе ма? Жүрегіңіздің ішіндегі ыстық жан дүниемен, махаббатыңызбен, Аллаға деген жақсылығыңызбен, ең жақсы көркем сезімдеріңізбен жұртқа бөлісу және сол жерге кіріп отыруына рұқсат беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мысал келтіргім келетіні, пайғамбарымыз махаббатымен бөліскендігі сонша, біреулер айтады екен, пайғамбарымызды бір адам жанында көп болған ғой. Ақыры соншалықты ойланғандығы, ойлайды екен, пайғамбарымыз мені қатты жақсы көреді дейді екен да. Ең қатты жақсы көреді менмін дейді екен. Шыдай алмағаннан пайғамбарымыздың үйіне барып сұрағысы келген ғой, есігін қағып, я Расулалла, сіз жер бетінде кімді жақсы көресіз, осы адамзаттың ішінде депті да. Сөйтсе ол кісі қарапайым тілде Айшаны деп, енді өзінің келіншегі ғой енді. Сөйтсе енді ол түсінікті ғой депті. Я, ол енді әйеліңіз енді жақсы түсінікті, енді перзенттеріңіз жақсы көресіз. Бірақ одан кейін ше десе, одан кейін Әбу Бәкірді деп. Одан кейін ше десе, одан кейін Омарды депті. Сосын түсінікті ол кісі төртінші де болмайтынын түсінген екен. Сөйтіп жай үндемей басын изеп жақсы деп кеткен көрінеді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адамдарменен, жанында отырған адамдармен соншалықты араласқандығы, жандағы адам ойлайды екен, мені ең қатты жақсы көретін адам менмін дейді екен жер бетінде. Бұл исламның нәрсесі, осы сізбен бізге берілген дүние. Осы бір түсінікті жер бетіне жайсақ, өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам танитынға да, танымайтынға да сәлем бер деген махаббат бөлісуді айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай бала қолынан ұстаса да еріп кете бергендігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам таңдамай сол кісімен сұхбаттасып бір дастарханда отыра бергендігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиын істі қиынсынбай халыққа қызмет қылғандығы. Осының барлығы бір нәрсені айтады. Жүрегінің ішіндегі махаббатын, имандылығын өзінің жанындағылардың барлығына бөліп бергендігі. Міне осы нәрсе ислам. Осы нәрсе шынайы өмір деп білсек керек.